Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен кезекті рецептімен бөлісемін. Өте дәмді болып шығатын хичина тағамы. Бұл грузиялық тағам. Мен сырмен жасадым, өте керемет болып шыққан. Өте тез дайындалады, 25-30 минуттың ішінде сіз дайындап шыға аласыз. Дәмі өте керемет болған. Мен сулугуни сырын пайдаландым. Міндетті түрде сол сырмен жасап көріңіздер. Ал кеттік. Бізге ең алдымен бөлме температурасындағы айран қажет. Айранымызды осы сұңғылдау ыдысқа құямыз. Және де бір жұмыртқа, тұз және де қантымызды саламыз. Ең соңында осы майымызды құямыз. Осы ингредиенттердің барлығын кішкене жақсылап араластырып аламыз. Кез келген нәрсемен араластырсаңыздар болады. Қасықпен болсын, венчикпен болсын, вилкамен болсын. Разрыхлитель қосылған ұнымызды барлығын бірденен салып, жақсылап араластырамыз. Ұн міндетті түрде еліктен өткізілген болу керек. Мен алдын ала өткізіп қойған болатынмын. Осылай кішкене қозғап аламын да, қолыммен жақсылап қамырелейтін боламын. Қолға кішкене жабысатын, өте жұмсақ қамыр шығуы тиіс. Артық ұн салмай-ақ қойыңыздар. Міне дәл осындай қамыр шығуы тиіс. Жұмсақ, қолға кішкене жабысатын. Бетін жауып, кішкене бір шетке қоя тұратын боламыз. Міне осындай сулугуни сыры 350 грамын қолдандым. Осылай жақсылап үкіштен өткізіп аламыз барлығын бірденен. Осы сырдың бетіне бір жұмыртқамыз салып, жақсылап араластырамыз. Негізінде картоппен жасасаңыздар да болады. Маған бірақ осы сырмен ұнағандықтан сулугуни сырымен қолданып жасадым. Осы салмамызды, яғни начинкамызды 4 бөлікке бөліп, домалақ шар жасап аламыз. Міне осылай сырды қысып, домалақ шар жасап, бір шетке қойып қоятын боламыз. Дайын тұрған қамырымызды теңдей 4 бөлікке бөлеміз, дәл видеодағыдай. Қамырды осылай жақсылап домалақтап аламыз 4-еуінде бірденен. Домалақтап дайындап қойған қамырды осылай кішкене жаямыз. Бір 15-20 сантиметрде етіп жаясыздар. Қатты үлкен болып кетпесін. Енді осы қамырдың бетіне жаңағы домалақ етіп қойған сырымызды саламыз. Дәл осылай түйетін боламыз. Бетіне жақсылап ұн сеуіп, қалыңдығы 1 сантиметр болғанша осылай жаймен жаямыз. Қатты баспаңыздар, себебі сыры шығып кетуі мүмкін. Сондықтан жайлап жайып, осылай 1 сантиметрдің көлемінде болу керек қалыңдығы. Барлығын дәл осылай жасайтын боласыздар 4-еуінде. Табаны жақсылап қыздырылып алғаннан кейін астын басып, бетіне біріншісін салдым мен. Ішіне мүлдем май құймаймыз. Осылай әр бетін 3-4 минуттан пісіріп аласыздар. Өте жай отта тұруы тиіс. Сініп бастаған кезінде пышақпен жайлап тесіп, кішкене ауасын шығарыңыздар. Екінші шетіне аудару өте оңай. Міне осындай болып, қатты қызартпаңыздар, күйдіріп алмаңыздар, тез піседі. Іші шикі болып қалмайды, астын жай қойсаңыздар жеткілікті. Піскеннен кейін бірденен осылай алып, бетіне сары май жағып шығамыз. Барлық 4 хичинаны осылай қайталайтын боласыздар. Міне барлық хичиналарымыз пісіп шықты. Бір-бірінің үстіне қоя беріңіздер, астына да май сіңсін. Осылай жақсылап ең соңғысының бетіне де сары майды бір келкетіп жағып шығамыз. Егер де менің видео рецепттерім ұнаса, мені жоғалтып алмас үшін міндетті түрде подписация батырмасын басуды ұмытпаңыз. Және де мені қолдау ретінде келесі видеомның шығуына себепші болам десеңіз, лайк басып комментарий қалдыруды да ұмытпаңыз. Міне хичиналарымыз дайын, және де іші мүлдем шикі емес, қорықпаңыздар. Астын жай, асықпай пісірсеңіздер болғаны. Қазір мен сіздерге кесіп көрсететін боламын.
Міне іші толықтай піскен, көріп отырғандарыңыздай. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Ас болсын, сау болыңыздар.